Бүгінгі сабақта бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайту амалдарымен танысамыз. Тағы да 5-ші класстағы білетініміздей, бөлшектердің бөлімдері әртүрлі болған жағдайда оларды қосу үшін бөлшектердің бөлімдеріндегі тұрған сандардың ең кіші ортақ еселігін табатынбыз. Дәл сол қасиетті бұл жерде де қолданамыз. Яғни бөлімдері әртүрлі болатын А-дан Б қосу С-дан Д дейік. Бөлімдері әртүрлі болып тұр. Ондай жағдайда біз А мен С-ның ең кіші ортақ еселігін табамыз. Одан кейін табылған ең кіші ортақ еселікті толықтауыш ретінде Б, Д-ның толықтауыштарын тауып жазатынбыз. Енді біз қазіргі жағдайда Б, С қосу А, Д деп жазайық. Бұл бөлімдері әртүрлі болатын бөлшектерді қосу ережесі. Бұл ережені есте сақтап аламыз. Бірінші. Екінші, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді азайту. Дәл осы сияқты орындалады. А-дан Б азайту С-дан Д. Яғни ортақ бөлімге келтіріледі. Толықтауышта көбейткіштері арқылы минус А-дан Д. Мынандай өрнек түрінде жазылады. Яғни басқа сөзбен айтқанда, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру арқылы бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу азайту ережесіне алып келуге болады. Енді осыған бірнеше мысалдар келтірейік. Мысалы, бөлімдері әртүрлі болатын екі бөлшектерді қосу керек. Айталық 3х-тен айталық 2 қосылсын 2х квадраттан 1 дей салайық. Мына жағдайда біз қалай ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ең қарапайым әдісі. 3 пен 2-ның ең кіші ортақ еселігі 6. Бірінші, яғни бөлшектердің бөліміне енетін сандардың ең кіші ортақ еселігін тауып аламыз. Одан кейін барып бірдей әріптердің ең кіші ортақ еселігін табамыз. Бірдей әріптердің ең кіші ортақ еселігі ретінде үлкен дәрежесі бар өрнекті аламыз. Себебі х квадраттың құрамында х-тің бір дәрежесі де бар. Және х квадрат санына х бөлінеді. Сонымен енді әрбір бөлшектің толықтауыш көбейткіштерін анықтау керек. Мұны қалай анықтаймыз? Айталық 6х квадратты бірінші бөлшектің бөлімінде тұрған 3х өрнегіне бөліп, 2-ның толықтауышын тауып аламыз. Сонда 6-ны 3-ке бөлеміз 2, х квадратты х-ке бөлеміз х. Яғни бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 2х болады. Екінші бөлшектің толықтауышын табу үшін жаңағы өзіміз анықтап алған ортақ бөлім ретінде жазған ең кіші ортақ еселікті, яғни 6х квадратты 2х квадратқа бөлеміз. 6-ны 2-ге бөлсек 3, х квадратты х квадратқа бөлсек 1. Оны жазбай қоюға болады. Енді бөлшектің алымын толықтауыш көбейткішке көбейтіп жазамыз. Яғни 2-ні 2х-ке көбейтіп жазамыз, 4х болады. Қосу 3-ті 1-ге көбейтіп жазам, 3 болады. Егер ұқсас мүше бар болса, оларды біріктіреміз, ұқсас мүше болмаса, осылай жазып қалдырамыз. Енді мына бөлімі әртүрлі болатын бөлшектерді қосу, азайту амалдары аралас келген кезде қалай орындаймыз? Дәл бағанағыдай 4а квадрат Б, 2аб квадрат, 6а квадрат Б өрнектерінің ең кіші ортақ еселігін тауып аламыз. Енді мына жерге жазып қояйын. Олардың ең кіші ортақ еселігі 4, 2, 6 сандарына ең кіші ортақ еселік болатын сан, ол 12 болады. 12 болады. Себебі 12 4-ке де, 12 2-ге де, 12 6-ға да бөлінеді, және үшеуіне де бөлінетін сандардың ең кішісі 12. А квадрат, А-ның бір дәрежесі А квадрат. Яғни үлкен дәрежесі ретінде А-ның квадраты. А квадратқа да, А-ның бір дәрежесіне де, және А квадратқа да бөлінеді. Сол сияқты Б-ның бір дәрежесі, Б-ның 2 квадраты, Б-ның бір дәрежесінен Б квадратты аламыз. Мынау бөлімінде тұрған өрнектердің ең кіші ортақ еселігі. Енді біз толықтауыштарын табу үшін осы тапқан 12а квадрат Б квадрат өрнегін бөлшектің әрқайсының бөліміне бөліп шығамыз. Сонда біз мынандай жазу жазсақ болады. Яғни бөліміне өзіміз анықтап алған 12а квадрат Б квадратты жазсам болады. Ал алымына 3х көбейту деймін де, енді жаңағы 12а квадрат Б квадратты 4а квадрат Б квадратқа бөліп, А квадрат Б-ға бөліп, мынаны тауып аламыз. 12-ні 4-ке бөлсем 3, А квадрат пен А квадрат қысқарып кетеді, Б қалады.
Яғни мен 3x-ті 3b-ға көбейтуім керек екен. Толықтауыш көбейткіш ретінде. Қосу бөліміне өзіміз анықтап алған 12a квадрат b квадратты жазам. Енді 5x-ті неменеге көбейтемін. Ол үшін жаңағы анықталған санымызды, яғни мынаны 2ab квадратқа бөлім. Бірден жазайын. 12-ні 2-ге бөлсем 6, a квадратты a-ға бөлсем a болады, b квадратты b квадратқа бөлсем 1 болады. Минус бөлшектің бөлімінде өзіміз анықтап алған өрнек тұрады. Ал 7-ні көбейтемін, яғни оны қандай санға көбейтетінімізді біз бөлу арқылы анықтаймыз. 12-ні 6-ға бөлеміз 2, a квадратты a квадратқа 1, b квадратты b-ға бөлсем b. Міне мынандай өрнек шығады екен. Енді бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектер ортақ бөлім ретінде жазылады. Яғни біз жазамыз 12a квадрат b квадрат. Бөлшектің алымында тұрған өрнектерді көбейтіп жазайық. 3x-ті 3b-ға көбейтсем 9bx плюс 5x-ті 6-ға көбейтсем 30ax болады. 30ax болады. Минус 2b-ні 7-ге көбейтсем 2 жетім 14b. Енді бөлшектің алымындағы өрнектердің ішінде ұқсас мүше көріп тұрған жоқ. Біз ендеше осы күйінде жазып қалдыруға болады. Енді екінші мысалға назар аударсақ, x минус 2a, x плюс 2a және үшінші бөлшектің бөлімінде көбейткішке жіктеуге болатындай бір өрнек тұр. Біз ортақ бөлім ретінде бірден нені жазатынымызды анықтау қиынырақ. Сондықтан біз 4a квадрат x минус x куб өрнегін өзін бөлек көбейткіштерге жіктеп алайық. Мына жерге бөлек жазып алайын. Яғни 4a квадрат x минус x куб бізге нені береді екен? Бұл жерден байқайтынымыздай x-тің өзін жақша сыртына шығарып жібереміз. Сонда 4a квадрат минус x квадрат шығады. Бұл жазу 2a-ның квадраты минус x-тің квадраты дегенді береді. Ол квадраттардың айырымы түйіндесін көбейтіндісі екенін білеміз. Яғни 2a минус x 2a плюс x. Енді бағанағы өзіміздің берілген бөлшектің бөлімдерімен салыстырып көрейік. x минус 2a. 2a минус x. Яғни азайғыш пен азайтқыштың орны ауысып тұр. Бірінші бөлшектің бөлімімен бірдей болу үшін бірінші жақшадан минусты жақша сыртына шығарып жіберем. Минус x орны ауысып жазылады. А қосылғыштардың орнын ауыстыру қажет емес, ол өзі солай тұра береді. 2a қосу x. А себебі мына жерде x қосу 2 немесе 2a қосу x өрнегі тұр. Сонда не байқадық? Үшінші бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектің құрамында бірінші бөлшектің бөлімінде тұрған өрнекте екінші бөлшектің бөлімінде тұрған өрнекте қамтылып тұр. Яғни үшінші бөлшектің бөліміндегі өрнекті ең кіші ортақ еселігі ретінде алып ортақ бөлімге жазамыз. Сонда біз мынандай жазу жазсақ болады. Енді минусты біз мына жерге ескеріп алып кетеміз. Сондықтан x минусты жазбаймыз. x минус 2a, x плюс 2a. Міне мына ортақ бөлім болады. Ортақ бөлім болса, біз толықтауыштарды қалай анықтаймыз? Толықтауыштарды анықтағанда мынаны ескереміз. x қосу 2a өрнегі, x қосу 2a өрнегі екеуі ортақ болып тұр. Ендеше бұған толық емес өрнек, жетпей тұрған өрнек деп айтсам болады. x көбейтілген x плюс 2a. Осыны толықтауыш көбейткіш ретінде жазамыз. Жақшадан бірден ашып жазсам, x квадрат плюс 2ax болады. Мына жерге жазайық. Енді келесі бөлшектің толықтауыш көбейткішін анықтағанда, бөлшектің бөлімінде x плюс 2a бар. Міне, ендеше ол бөлшекке жетпей тұрған өрнек x көбейту x минус 2a. Жақшаны ашып бірден жазсақ, x квадрат минус 2ax болады. Ал үшінші бөлшек, осы жаңағы біздің жазған өрнегіміздің бәрі осы үшінші бөлшектен шығып отыр. Олай болса, бұның толықтауышы бір және мына минусты ескереміз де, ал мына минус таңбасын қойып қоямыз. Минус бір. Себебі ол мына таңбаны қазір өзгертеді. А енді бөлшектің алымына не жазамын?
жаңағы өзіміз анықтаған толықтауыш көбейткішті бөлшектің алымында тұрған санға көбейтіп жазамын. Сонда бірді кез келген өрнекке көбейтсем, сол өрнектің өзі. Ендеше мен x квадрат плюс 2ax өрнегінің өзін көшіріп жазсам болады. Қосу. Екі бөлшектің арасында қосу таңбасы тұрса, толықтауыш көбейткіштің таңбасы өзгеріссіз қалады. Бірді x квадрат минус 2ax-ке көбейтсем, x квадрат минус 2ax-тің өзі жазылады. Енді плюс 8a квадратты минус 1-ге көбейтсем, минус 8a квадрат өрнегі қалады. Енді осы жерден ұқсас мүшелерін біріктіріп алайық. Бөлшектің бөлімінде тұрған өрнекті өзгеріссіз көшіріп жазамыз. Енді x квадратты x квадратқа қоссам 2x квадрат, плюс 2ax пен минус 2ax қарама-қарсы өрнектер болғандықтан жойылып кетеді. Минус 8a квадраттың өзі қалады екен. Енді тағы бір нәрсеге назар аударсақ, 8 бен 2-ден ортақ көбейткіші 2 шығып кетеді жақша сыртына. Егер жақша сыртына 2-ні шығарсам, менде x8-дің орнында 4 қалар еді. Сонда x квадрат минус 4a квадрат. Ол бізге екі өрнектің квадраттарының айырымын береді. Яғни x минус 2a, екіншісі x плюс 2a. Ал бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектің өзін жазып қоямыз. Мінекей, сонда не байқадық? Бөлшектің алымында және бөлімінде x минус 2a, x минус 2a мен қысқарады, x плюс 2a, x плюс 2a мен қысқарады. Себебі олардың бәрінің арасында көбейту таңбалары тұр. Біз қысқарамыз деп етіп жазып қояйық. Тіпті міне қысқарып кетті. Сонда не қалды? 2 бөлінген x қалды. 2 бөлінген x жазып қоямыз.